Жанатбек, өнер қырандарының пародист екені белгілі. Алайда бүгінгі пародиялары ерекше болмақ. Ерекше екені рас, алайда алдын ала құпиясын ашпайық. Ендеше айрықша пародияны көруге дайын болыңыздар. Сахнада өнер қырандары театры. Қайырлы кеш, құрметті біздің тұрақты көрермендер. Армысыздар, хабар арнасында Ду-Думан. Бәрекелді, құрметті көрермендер, Жанатбекке сенбеңдер, Жанатбек бәрін қате айтып жатыр. Қалай сонда? Теңдесі жоқ хабар арнасында, теңдесі жоқ Ду-Думан. Және оны жүргізетін жеңгесі көп Айнұр мен теңгесі жоқ Жанатбек десем, мұным қалай болды? Жанатбек, бағдарламаның басында күздірмеші деп келіспедік қой екеуміз. Бәрекелді, бүгінгі біздің бағдарламаның бас демеушісі тау сауда белгісі ұсынып отырған шағын ғана автобусымыз бар. Бәрекелді, өте дұрыс айтасың. Олай болса, мына ақтық финалға шыққан театрларымызды таныстыратын болсақ, сонау Шымқаладан келіп отырған Шымкент шоу театры. Бәрекелді. Мен деген үлкен ағаларымыздың ешқандай да бір қолдауынсыз өсіп келе жатқан жас театр өнер қырандары. Және Айнұр, бұл театрдың бір ерекшелігі бар. Бұл театр басқа театрлардың істегенін түгелде істей алады. Айнұр, бәрекелді. Жанатбек, күлдірмеші деп айтты. Жарай. Ендеше сахнаға шығатын әділ қазылар алқасын таныстырайық. Айнұр, мен әзіл деген жоқпын, әділ дедім. Әділ қазылар алқасын таныстырайық. Біздің бағдарламаның тұрақты әділ қазысы Алмат Захатов. Және төрешілердің төресі әзілдің генералы Уәлибек Абдраимов. Қазақстанға еңбек сіңген жақсы әртіс ағамыз, Қазақстанның жарық жұлдызы Ақжол Мейірбеков. Махаббатым тірегім, жан сарайым жүрегім, аңсағаным тілегім, арманым сен. О, махаббат. Бәрекелді, олай болса, сахнаға алғаш болып шығатын мектебін оқыған, сахнаның заңын білетін азаматтар, қарсы алыңыздар сахна төрінде өнер қырандары қазақтың тойынан дәметіп жүрген, қазақтың тойына тәнті болған ресейлік Тимати мен Григорий Лепске пародия жасайды. Айтады ғой жалпы, әр ұлттың салты басқа, бірақ та болады ғой иттері қара қасқа. Қазағымның тойлары болады мүлдем басқа. Дейсінші тілім тасқа, Ақтөбе, Ақтау, Атырау тойлары болар күндіз. Өскемен, Семейге кеп, беш бармақта жеп жүрміз. Таразым тойларында уақытылы жиналмаймыз, Павлодар тойларында орысша қиналмаймыз. Оралға барсаң егер, ол жақта тамақтар көп. Қызылордаға барсаң, көріштен салаттар көп. Көкшетауға барсаң сен, демалып жүріп қайтасың. Алшуға барсаң, күліп қайтасың. Талдықорғанға барсаң сен тойлайсың, ал Алматының тойында ойнайсың. Қарағандының тойы целый бір күн болар. Тойымда Қостанайдан болдым бір күн қонақ. Балқашқа барсаң балық аулайсың, Астанаға барсаң сен жаурайсың. Жылы жерді қайдан мен табамын, айтшы. Я уеду жить в Шымкент, я уеду жить в Шымкент, я уеду туда, где больше зольхана и много халтура. Я уеду жить в Шымкент, ол жақта қатты ыстық. Ал темірді жинал, заттарыңды жина, тез Шымкентке ұшты. Я уеду жить в Шымкент. Алмат Сақатов. Наоборот вообще, өз бұл өнер қандары ше, өз ше. Наоборот вообще,
Осы тойда бір жүргенде ше, өзі сондай бір не болады ше. Болды. Аны өнер халдарындагы бұл алмас деп алмаса болмайды да. Албатта далаға шығып таза ауа жұтпаса болмай қалады да. Сондай болып қалады. Бірақ анда өнер халдары жаңа Шымкент деген жай айтты да бұлар. Шымкент деп айту керек еді да. Сол үшін мен оларға 3 қоямын. Рахмет. Мынау енді Уәке, мен маған өнер қырандар қатты ұнады. Сондықтан да мен 3 қоямын. Енді келесі шығасын, бәрі білетін Шымкент шоу деген театр бар. Соны көрейік Ақжол аға. Ал, шығыңдар. Не. Ой, сен деп тұрғанда бүкіл дудуман өтіп кететін болды ғой. Келгенде деп тұратын енді. Қайтып атырмыз ғой, газет қашан аламыз бош? Музыкальный. Не, айт. Сары көйлегім менде. Ой, сары көйлектің заманы қашан өтіп кетті? Бір музыкальный, сен мен қалай ән айтамын? Жарайды, осылай тұра берші, осылай. Өзіміз бір бай қыламыз. Ал, әдетін істей берші. Өте жақсы болды. Бірақ мен күлген жоқпын да. Беді күлген жоқпын біз. Онда Өлібек аға бұлай істесеңіз болады. Қолыңыз кішкене көтересіз да. Мына жерге қойып кіті десеңіз. Бұл кет барады. Ақжол аға көрдіңіз ба? Ақжол аға көрдіңіз ба? Мына күлдірудің де түрлері бар да. Сондай бір ерекше күлдірді да бұлар бізді. Рахмет. Уәке, жаңа Шымкент шоу негізі былай істеу керек еді. Ана сценарий бойынша ше. Мына жерде май бар. Мына жерде шай бар, мына жерде түлкі бар, мына жерде күлкі бар деп істеу керек еді. Деп күлбесең ренжіп қалады да бұл кісі. Қауайсы. Қайда барып келдің сен? Қайда барып келдің? Күл тұстан, позор жеш менмесің? Адамдар, немесің? Қайда барып келдің? Қайда бардың? Дудуманға. Дудуман саған, не берді саған Дудуман? Телевизор, алған телевизор, осы ма істемейді да? Газель немеге алмайсың, Газель, сен әкешің телевизор алсын деп тәрбиеледі ма? Газель алсын деп тәрбиелемеді ма? Сен кім шақырды оға сен? Өлібек неме? Өзі шақырмап саған 3 қояды, өнер қандырына 5 қояды неме? Ондай жерде бірінші орындарын жақсы ойнайтындар сатып алады. Сондықтан, давай, өзімізді керек нәрсені ал, тез, таямыз, бол тез, бол. Шым жоқта. Тез, газельсіз қайтпаймыз біз. Газельсіз қайтпаймыз. Мына, екінші күнде жоғып бастаймыз, біз жағылысып тұр жерде. Жіберейін мына өнер қандырына. Жіберейін. Газель өске. Тоқтат болды. Не болды? Бір газель үшін қырып қалдыңдар ғой. Бір-бірін өлтіресіңдер ме осы газель ішіне? Анау, мынақта тұрған ол, былтыр біздің өтіп газель ғой ол. Сендер газелдің аяқта тұр ғой. Кешіріңіз Өлібек. Нұрғын мен. Кешіріңіз Өлібек. Болды, келіңіз, тұр. Тұрмайық. Бәрекелді.
айналымы соңына келіп жетті. Кімнің жеңгенін білгілеріңіз келетін болса, үшінші айналымды міндетті түрде көріңіздер. Күлкіден тамағыңыз құрғап жатса, бағдарламамыздың баз демеушісі тау сауда белгісінің соғын ішіп отырыңыздар. Жанатбек. Газель dedi. Ne var koy? Gazel'de işte ki kalma. Өнер қырандары. Өнер қырандары театры. Рахмет. Өнер қырандары театры. Құрметті қазылар алқасы, осы тамаша пародияға қандай пікірлер айтасыздар? Қандай пікір айтамыз? Баста екі мүйіз болғанша бір ми болсын деген. Бұны қандай керемет театр, қандай керемет балалар. Бұл қазақтың театрының үлгісі, қазіргі әзіл-сықақ театрының ше. Рахмет. Ринат Тұманұлы. Бірақ сөз айтам, қазақ сатирасындағы революция. Уәлибек аға. Пародия ұнады ма сізге? Рахмет бәріне, рахмет. Сіздер енді қазақ сатирасындағы революция деп енді айтып атсыздар да. Ал бұл жігіттер бұдан 5 жыл бұрын дәлдеп қойып еді. Рахмет, менің бейнем жасаған үшін мақтап атыр деп ойлап қалмаңдар. Мені білесіңдер, әрбір қойылымына, әрбір сценасына мен өз қадағалап жүретін жігіттермін. Еңбегімен ет өлгендер осылар. Ешектің жүгі ауыр, жегені жантақ. Осылар осы жігіттер. Енді мен қасымдағы әріптестерім баға көтерсін, соған қарап көрейік. Көтеріңдер. Пікір өте керемет болды. Ендеше баға қандай болады екен? Сонымен 5, 3, 5 деген баға. Қазылардың ортақ ұпай санын көрейік. Сонымен назар экранда. 4,3 ұпай. Құрметті біздің көрермендер. Осы 10 ойын бойында бізбен бірге болған көрермендер. Енді театрдың тағдырын шешуші кезең сіздердің қолдарыңызда. Естідік, жаңа шуладыңыздар. Ал енді баға беріңіздер. 10 секунд уақыт басталды. 10, 9, 8, 7. Бәрекелді! Ал енді біздің құрметті көрерменнің бағасын көрейік. Құрметті көрермендер, бағаларыңызға көп рахмет. Ал енді ортақ ұпай саны біраз құпия болсын, оны бірер уақыттан кейін білетін боламыз. Мүсінген жақса әртіс ағамыз, Қазақстанның жарық жұлдызы Ақжол Мейірбеков. Махаббатым тірегім, жан сарайым жүрегім, аңсағаным тілегім, арманым сен. О, махаббат, о, махаббат. Бәрекелді, олай болса сахнаға алғаш болып шығатын мектебін оқыған, сахнаның заңын білетін азаматтар, қарсы алыңыздар сахна төрінде өнер қырандары қазақтың тойынан дәметіп жүрген, қазақтың тойына тәнті болған ресейлік Тимати мен Григорий Лепске пародия жасайды.
айтады ғой жалпы әр ұлттың салты басқа, бірақ та болады ғой иттері қара қасқа. Қазағымның тойлары болады мүлдем басқа. Дейсінші тілім тасқа. Ақтөбе, Ақтау, Атырау тойлары болар күндіз. Өскемен, Семейге кет, беш бармақта жеп жүрміз. Таразым тойларында уақытылы жиналмаймыз. Павлодар тойларында орысша қиналмаймыз. Оралға барсаң егер, ол жақта тамақтар көп. Қызылордаға барсаң, көріштен салаттар көп. Көкшетауға барсаң сен, демалып жүріп айтасың. Ал Шуға барсаң, күліп айтасың. Талдықорғанға барсаң сен тойлайсың. Ал Алматының тойында ойнайсың. Қарағандының тойы целый бір күн болады. Тойымда Қостанайдан болдым бір күн қонақ. Алғашқа барсаң балық аулайсың. Астанаға барсаң сен жаурайсың. Жылы жерді қайдан мен табамын айтшы. Я уеду жить в Шымкент, я уеду жить в Шымкент, я уеду туда, где больше зольхана и много халтура. Я уеду жить в Шымкент, ол жақта қатты ыстық. Ал темірді жинал, заттарыңды жина, тез Шымкентке ұшты. Жанатбек, өнер қырандарының пародист екені белгілі. Алайда бүгінгі пародиялары ерекше болмақ. Ерекше екені рас, алайда алдын ала құпиясын ашпайық. Ендеше айрықша пародияны көруге дайын болыңыздар. Сахнада өнер қырандары театры. Қайырлы кеш, құрметті біздің тұрақты көрермендер. Армысыздар, хабар арнасында Ду-Думан. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, Жанатбекке сенбеңдер, Жанатбек бәрін қате айтып жатыр. Қалай сонда? Теңдесі жоқ хабар арнасында, теңдесі жоқ Ду-Думан. Және оны жүргізетін жеңгесі көп Айнұр мен теңгесі жоқ Жанатбек десем, мұным қалай болды? Жанатбек, бағдарламаның басында күздірмеші деп келісіп едік қой екеуміз. Бәрекелді, бүгінгі біздің бағдарламаның бас демеушісі тау сауда белгісі ұсынып отырған шағын ғана автобусымыз бар. Бәрекелді, өте дұрыс айтасың. Олай болса, мына ақтық финалға шыққан театрларымызды таныстыратын болсақ, сонау Шымқаладан келіп отырған Шымкент шоу театры. Бәрекелді. Мен деген үлкен ағаларымыздың ешқандай да бір қолдауынсыз өсіп келе жатқан жас театр өнер қырандары. Және бұл Айнұр, бұл театрдың бір ерекшелігі бар. Бұл театр басқа театрлардың істегенін түгелдей істей алады. Айнұр, бәрекелді. Жанатбек, күлдірмеші деп айтты. Жарайды. Ендеше сахнаға шығатын әділ қазылар алқасын таныстырайық. Айнұр, мен әзіл деген жоқпын, әділ дедім. Әділ қазылар алқасын таныстырайық. Біздің бағдарламаның тұрақты әділ қазысы Алмат Захатов. Және төрешілердің төресі әзілдің генералы Уәлибек Абдраимов. Қазақстанға екесі күнде жоқ бастайын, бізбен жағылысып тұр жерде. Жіберейін, мына өнер қырын. Жіберейін. Газел өске. Тоқтат болды. Не болды? Бір газел үшін қырылып қалдыңдар ғой. Бір-бірін өлтіресіңдер ме осы газел ішіне? Анау, мынаяқта тұрған ол былтыр біздің өтіп алған газел ғой ол. Сендер газелдің аяқта тұр ғой. Кешіріңіз өлуге. Нұрғын мен. Кешіріңіз өлуге. Болды, келіңіз, тұр. Тұрмайық. Бәрекелді. Айналымы соңына келіп жетті. Кімнің жеңгенін білгілеріңіз келетін болса, үшінші айналымды міндетті түрде көріңіздер. Күлкіден тамағыңыз құрғап жатса, бағдарламамыздың бас демеушісі тау сауда белгісінің соғын ішіп отырыңыздар. Жанатбек. Газел дейді, не бар ғой? Газелде іштеге қалмады. Өнер қырандары.
Рахмет. Өнер қырандары театры. Құрметті қазылар алқасы, осы тамаша пародияға қандай пікірлер айтасыздар? Қандай пікір айтамыз? Баста екі мүйіз болғанша бір ми болсын деген. Бұны қандай керемет театр, қандай керемет балалар. Бұл қазақтың театрының үлгісі, қазіргі әзіл-сықақ театрының ше. Рахмет. Ринат Тұманұлы. Бірақ сөз айтам, қазақ сатирасы. Я уеду жить в Шымкент. Алмат Сақатов. Наоборот вообще, осы бұл өнер қандары ше, өзі ше. Наоборот вообще, осы тойда бір жүргенде ше, өзі сондай бір не болады ше. Болды. Аны өнер халдарындағы бұл алмас дем алмаса болмайды да. Албатта далаға шығып таза ауа жұтпаса болмай қалады да. Сондай болып қалады. Бірақ анда өнер халдары жаңа Шымкент деген жай айтты да бұлар. Шымкент деп айту керек еді да. Сол үшін мен оларға 3 қоямын. Рахмет. Мынау енді уәке, мен маған өнер қырандар қатты ұнады. Сондықтан да мен 3 қоямын. Енді келесі шығасын, бәрі білетін Шымкент шоу деген театр бар. Соны көрейік ағажолаға. Ал, шығыдыр. Не. Ой, сен деп тұрғанда бүкіл дудуман өтіп кететін болды ғой. Келгенде деп тұр едім, қайтып жатырмыз ғой, газет қашан аламыз бош? Музыкальный. Не, айт. Сары көйлегім менде. Ой, сары көйлектің заманы қашан өтіп кетті? Бір музыкальный, сен мен қалай ән айтамын? Жарайды, осылай тұра берші, осылай. Өзіміз бір бай қыламыз. Ал, әдетін істей берші. Өте жақсы болды. Бірақ мен күлген жоқпын да. Беді күлген жоқпын біз. Онда Өлібек аға бұлай істесеңіз болады. Қолыңыз кішкене көтересіз да. Мына жерге қойып кіті десеңіз. Бұл кет барады. Ақжолаға көрдіңіз ба? Ақжолаға көрдіңіз ба? Мына күлдірудің де түр-түрлері бар да. Сондай бір ерекше күлдірді да бұлар бізді. Рахмет. Уәке, жаңа Шымкентші негізі бұлай істеу керек еді, ана сценарий бойынша ше. Мына жерде май бар, мына жерде шай бар, мына жерде түлкі бар, мына жерде күлкі бар деп істеу керек еді. Деп күлбесең ренжіп қалады да бұл кісі. Қайда барып келдің сен? Қайда барып келдің? Күн тұстан, позор шешіп менмесің? Адамдар, немесе? Қайда барып келдің? Қайда бардың? Дудуманға. Дудуман саған, не берді саған Дудуман? Телевизор, алған телевизор, осы ма істемейді. Несі? Газель немеге алмайсың? Газель, сен әкешің телевизор алсын деп тәрбиеледі ма? Газель алсын деп тәрбиелемеді ма? Сен кім шақырды оға сен? Өлібек.
Өлімбек неме? Өзі шақырып алып саған 3 қояды, өнер қандырына 5 қояды неме? Ондай жерде бірінші орындарын жақсы ойнайтындар сатып алады. Сондықтан, давай, өзімізге керек нәрсені ал, тез, таямыз. Бол тез. Бол. Шым жоқта. Тез. Газельсіз қайтпаймыз біз. Газельсіз қайтпаймыз.